Дельфиндер. Дельфиндер тұқымдастына жататын кит тәрізділер тобының ішіндегі ең үлкені. Олар әлемдегі мұхиттардың барлығында дерлік және кейбір өзендердің сағаларында тіршілік етеді. Мұхит дельфиндерінің 36 түрі және өзен дельфиндерінің 4 түрі белгілі. Көбісі дельфиндер суда тіршілік ететіндіктен оларды балыққа жатады деп ойлайды. Бірақ мүлдем олай емес. Дельфин сүтқоректі жануар. Олар тірі туылады және туылғаннан кейін сүтпен қоректенеді. Дельфиндердің басқа балықтар секілді тері қабығы болмайды. Дельфиндер маймылдар секілді айнада өздерін тани алады. Ежелгі гректер дельфинді өлтіргенді өлім жазасымен жазалаған. Олар бір-бірімен сөйлесе алады. Олардың өздерінің ерекше тілі бар. Дельфиндер кейде тұмсығымен соғып, акуланы да өлтіріп қоятын кездері болады. Тіпті акуланың өзі дельфиннен қорқатын сәттері жиі кездеседі. Дельфиндер иіс сезбейді, бірақ ащы, тұщы, қышқыл тәттіні бірден айыра алады. Дельфиндер суда 24 км/сағат жылдамдықпен жүзеді. Кейбіреулері 60 км/сағат жылдамдықпен жүзуі әбден мүмкін. Ұйқы кезінде дельфиндердің миының бір бөлігі ұйықтамайды. Дельфиндер осылай ұйықтайды. Олар ұйықтағанда милары жартылай жұмыс жасайды. Мидың екі бөлігі кезек-кезек қызмет атқарады. Бір бөлігі ұйықтағанда, екінші бөлігі сергек күйде тұрады. Бұл мидың қызметі қандай? Ұйқы кезінде дельфиннің денесін жоғары көтеретін осы ми бөлігі болады. Жоғары көтерілген дене бір тыныстап алады да қайта ұйқыға кетеді. Мұндай ұйқы түрі тек дельфиндерде ғана кездеседі. Дельфиндердің денесі жып-жылтыр және өте мықты жүзеді. Олар тегіс терілі және сүйір мұрынды денелі жануарлар. Олардың үшкір тұмсықтары және конус тәрізді тістері болады. Дельфиндердің жүзбе қанаттар жауып тұратын жалғыз дем тесіктері бар. Бұл дем тесікте дельфиннің суда тыныс алуына көмектесетін қос танау орналасады. Дельфиндер ең ақылды су жануарлары. Көптеген зерттеушілердің ойынша дельфиндер адамдар мен адам тәріздес маймылдардан кейінгі ең ақылды жаратылыстар. Олардың ақылдылығын адамнан кейін екінші тұратын ми, дене пропорциясымен түсіндіруге болатынын секілді. Дельфиндер балықтар мен кальмарлармен қорек етеді. Олар өздерінің қорегін ұстау үшін тістерін қолданады. Касатка секілді кейбір үлкен дельфиндер итбалықтарға және теңіз құстарына шабуыл жасайды. Дельфиндер эхолокацияның көмегімен дәлдік орнатады. Алдын ала толқын жіберіп, ол алдындағы объектіге соқтығысып, одан пайда болған толқын жауап беретінде қайта келеді. Бұл дегеніміз әлгі дельфиннің алдында не күтіп тұрғанын хабар береді деген сөз. Міне осындай әдіс арқылы түнде көз көрмейтін қараңғыда да олар қорегін ұстай алады. Егер де бір алда қауіп төніп тұрса, одан да әлгінде айтқан әдіс бойынша оңай құтылып кетеді.